Республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың шегінде жер учаскесіне құқықтарды сатып алу. Бірінші қадам. Өтініш берушінің электрондық үкімет порталында өтінішті тіркеуі. Негізгі беттегі жылжымайтын мүлік бөлімін ашамыз. Содан кейін жер қатынастары бөлімін таңдаймыз. Сонда сіз өзіңізге қажетті пунктті көре аласыз. Қызметке онлайн тапсырыс беру түймесін басыңыз. Содан кейін 5 қарапайым қадамды орындау керек. Бірінші, құқықтың түрін таңдау. Мысалы, уақытша ұзақ мерзімді жер пайдалану. Екінші, жер учаскесінің мақсатты нысанын көрсетуіңіз керек. Мысалы, ғимарат салуға арналған. Үшінші, жерді пайдалану мерзімін көрсетіңіз. Төртінші, аймақты таңдаңыз. Біздің жағдайда Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы. Бесінші, жер учаскесінің болжамды орналасқан жерін көрсету. Мысалы, Абай және Пушкин көшелерінің қиылысында. Одан кейін қоғамдық кадастрлық картаға өту түймесін басыңыз. Екінші қадам. Қоғамдық кадастрлық картаға жер учаскесін салу. Егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына сәйкес жер учаскесін сызу. Сызба жасалғаннан кейін жер учаскесінің схемасы автоматты түрде жасалады. Оны өтініш беруші жүктеп алып көре алады. Сондай-ақ жер учаскесінің алдын ала болжамды құны белгіленеді. Базалық мөлшерлемелер болған жағдайда. Жылжымайтын мүлік бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесі сұралған бөлім үшін жасалған құжаттарды порталға автоматты түрде жібереді. Үшінші қадам. Жергілікті атқарушы органдарды жер учаскесін сауда-саттыққа қоюға электрондық ұсыныс енгізу. Одан әрі құрылыс мақсатында жер учаскесін сұраған кезде сауалнама толтырып, ЭЦК арқылы ұсынысқа қол қоямыз. Өтініш веб-сервис арқылы әкімдіктің ақпараттық жүйесіне жіберіледі. Төртінші қадам. Бөлу схемасын қалыптастыру және бекіту. Жергілікті атқарушы орган бекітілген қала құрылысы құжатына сәйкес жер учаскесін болжанатын мақсатқа беру мүмкіндігін айқындайды. Жер учаскелерін бөлу схемасын қалыптастырады және мемлекеттік мекемелермен және ұйымдармен келісу рәсімдерін жүзеге асырады. Келісуші органдар мен ұйымдардан оң қорытынды келіп түскеннен кейін жер учаскесін беру схемасы келіп түскен сәттен бастап өтініш берушіге жер учаскесін сауда-саттыққа қою туралы хабарламаны алуға келісім беру және қарау үшін жіберіледі. Бесінші қадам. Өтініш берушімен бөлу схемасын келісу. 10 күн ішінде схема өтініш берушімен келісілуі керек. Келісілген схема шешім дайындау үшін әкімдіктің ақпараттық жүйесіне жіберіледі. Қажет болған жағдайда шешім қабылдау үшін қосымша құжаттар қоса беріледі. Алтыншы қадам. Жер учаскесіне құқық беру туралы шешім қабылдау. Жергілікті атқарушы орган жер учаскесіне құқық беру туралы шешім жобасын, жер учаскесін сатып алу-сату немесе жалдау шартын дайындайды. Жер учаскесіне құқық беру туралы шешімге басшы қол қояды. Жер учаскесіне құқық беру туралы шешім және жергілікті атқарушы орган қол қойылған шарт, сондай-ақ сәулет жоспарлау тапсырмасы жер учаскесі құрылыс мақсатында берілген жағдайда портал арқылы өтініш берушінің жеке кабинетіне жіберіледі. Жетінші қадам. Жергілікті жердегі жер учаскесінің шекарасын белгілеу. Сатып алу, сату немесе жалдау шартына қол қою. Бұдан әрі жер учаскесі үшін төлемді растайтын құжаттарды салу және сәйкестендіру құжатын дайындау және жер учаскесіне құқықтарды тіркеу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу қажет.
Өтініш беруші жердегі жер учаскесінің шекарасын өз бетінше белгілеуі керек. Қызметке тапсырыс беру үшін қоғамдық кадастрлық картаға өту немесе таңдалған аймақта осы жұмыстарды орындайтын басқа ұйымдарға хабарласуға болады. Шекараларды белгілегеннен кейін алынған материалдарды жер учаскесіне кадастрлық паспортты жасау және құқықтарды тіркеу үшін салу қажет. 8-ші қадам. Кадастрлық паспорт жасау және жер учаскесіне құқықты тіркеу. Портал арқылы кадастрлық паспорт жасау және жер учаскесіне құқықты тіркеу үшін өтініш беріледі. 6 жұмыс күні ішінде жылжымайтын мүлік бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесінде орындалған жұмыс нәтижелері бойынша порталға электрондық құжаттар, атап айтқанда, қол қою қажет болатын орындалған жұмыстар актісі. Қол қойылғаннан кейін жеке кабинетке кадастрлық паспорт және құқықтарды тіркеу туралы хабарлама жіберіледі. Құжаттарды бірден жүктеп алуға немесе басып шығаруға болады. Қажет құжаттарды жеке кабинетіңізден қызметтерді алу тарихы бөлімінен таба аласыз. Жер учаскесін рәсімдеу аяқталды.